Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін тәжірибе жасаймыз, я? Мен мектеп алды сынып тәрбиешісімін, Байбол Байжан. Неге? Бізге бүгін не керек болады тәжірибеге? Жұмыртқа, сосын? Сосын? Тұз, я? Жақсы. Енді біз көреміз. Қандай өзгерістер болатынын. 3 жұмыртқаны 3 стакан суға саламыз, жақсы ма? Ала қой. Бірінші жұмыртқаны сала қой. Не болды бізде? Қандай өзгеріс болды, неге? Жұмыртқа қайда? Астында ма, үстінде ме? Астында. Және көлемі қандай оның көрініп тұрған? Үлкен, я? Ал енді екінші стаканға тұз қосамыз, бір қасық тұз сала қой. Енді араластырамыз, я? Араластырамыз. Жақсылап араластыр. Екінші жұмыртқамыз саламыз, я? Не болды бізде? Жұмыртқамыз қай жерде жүр? Үстінде ме, астында ма? Үстінде жүр, я, жарайсың. Өйткені бізде су мен жұмыртқаның тығыздығы, я, мұнда жұмыртқаның тығыздығы мол болғасын, ол бізде не істеді? Батып кетті, я, астында. Ал мұнда жұмыртқаның тығыздығы көбірек, ол тұздың бетіне шықты. Мұнда саламыз. Мұнда 3 қасық тұз саламыз. 3 қасық. Енді үшінші жұмыртқаны салып көрейік. Қандай өзгеріс болды? Жұмыртқамыз қай жерде жүр? Қай жерде жүр? Үстінде ме, астында ма, ортасында ма? Ортасында жүр, я? Өйткені бізде су мен жұмыртқа мен судың тығыздығы бірдей болған, я, сонда? Жарайсың, керемет. Балалар, осындай тәжірибе үйде жасап көрсеңіздер болады, ата-аналарыңызбен.